Мақтаарал ауданында өткен жылы республикалық бюджеттен 379,8 миллион теңге қаржы қаралып, Нұрлыбаев және Жамбыл ауылдық округі елді мекендерінің жаңадан түскен көшелеріне электр желілерін жүргізу және КТП орнату жұмыстары жасалған. Дегенмен, Жаңа Жол ауылының кейбір тұрғындарын жарықтың жай-күйі әлі де алаңдатады. Өңір экономикасын дамытуда ауылдың әлеуетін көтерудің маңызы жоғары. Ауданда бірнеше бағдарламалар аясында ауылдың даму үдерісі назарға алынып келеді. Мәселен, 2022 жылы газдандыру жұмыстарына бюджеттен 3,1 миллиард теңге бөлініп, толық игерілді. Құрылыс жұмыстары 2023 жылға өтпелі. Бұл құрылысқа Жаңа Жол ауылы да қосылған. Ағымдағы жылы қосымша 778,6 миллион теңге қаржы бөлінсе, қалған жұмыстар түгенделмек. Нұрлы жол ауылының, одан кейін Арай ауылының бірінші кезекте басталған жол ауылының, одан кейін екінші кезекте Ақжол, Петровский, Өзге ауылдары газдың ішкі жүйелері құрылыс басталатын болады. Жылдық атқарылған істерді жергілікті басшылар салаға бөліп тізбектеп берді. Биылғы жылға атқарылатын істерді де баяндады. Шешімін күткен мәселелер де жоқ емес әрине. Жиын барысында тұрғындар өз ойларын ортаға салды. Мәселе көтергендердің қатарында Жаңа Жолдағы Талапты көшесінің тұрғыны Меңдіқұл Қожақұлов электр желісінің 30 жылдан бері жөндеу көрмегеніне ашынады. Айтуынша, 90 үйге жуық отбасы тұратын көшелерде жарықтың күші аз. Тозығы жеткен трансформаторды ауыстырып берсе деп шырылдайды. Кешке телевизор көре алмаймыз, сығайып тұрады. Сол. Осы мәселені қашаннан бері көтеріп жүрсіздер? 2 жыл болды. Түркістанға тағылдым. 109 деген не бар екен ғой? Соған бардым, звондадым, ол айтты. Оператор 7-ге нағыл деді. Оператор 7-ге жіберген, оңтүстік жарыққа нағыл деді. Оған барып рестеріне барыңдар. Әкімде жатыр, арызымызда бәрі жатыр әкімде. Есепті кездесуде, рестің басты өзім көріп, қатырам деп кетті. 47 аладан новый трансформатор қойып тоған. Көрдіңіз бе? 47, амына 90. Бізге сметті дұрыстап берсе, кешке балдар енді болса сабағын оқып, тамақ ішкенде, телевизор көргенде, бүйтіп шығарайып отқанша. Есепті жиында жауапты басшылар түйткілді тірліктерді тізбектеп алды. Мәселені шешу үшін тиісті шара қолданатынын жеткізді. Жалпы өткен жылы Оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инвестициялық бағдарламасы аясында 22-де 3 шақырымға 10 киловаттық электр желісі, 27-де 2 шақырымға 4 киловаттық электр желісі, 10 дана КТП ауыстырылған. Облыстық бюджеттен де 422 миллион теңге қаржы бөлініп, жарық жұмыстарына жаратылды. Ағымдағы жылға өтпелі нысандар да бар. Әзірге жарыққа қатысты мәселенің жай-жапсары осындай. Есепті баяндаманы тыңдаған халық жақсы деген баға беріп қорытындылады. Келесі 90-ға күрмеулі мәселе нәтижелі шешіледі деп үмітпен тарқасты. Жақсы деген баға берем бүгінгі еңбекке де шақырылған, бүгінгі Ербастан айтылған темалардың барлығы орындалған жұмыстар айтылды. Болған жұмыстар, болатын жұмыстар айтылды. Келешектегі. Клара Шербайқызы, Бақберген Абжалел, Ақпарат, Мақтаарал ауданынан.